Қазақстандықтар алаяқтарға 17 миллиард теңгеге алданған. Бұл жаңалық жақында Тенгриньюске шықты. Өзекті мәселені шешу үшін осы роликте біз олардың айла амалдарына қалай түспеу керектігін бөлсеміз. Біріншісі, телефон алаяқтары 99% жағдайда қазақ тілінде сөйлемейді. Сондықтан егер сізге күдікті қоңырау түссе, әңгімені қазақ тілінде жалғастыру керектігін сұраңыз. Екіншісі, кез келген қызмет үшін алдын ала төлем жасамас бұрын мына сайттан ЖСН, БСН бойынша борышкерлер мен тыйымдар тізімінен тексеріңіз. Үшіншісі, жалған инста дүкендерді стористе аттарын жазып белгілеу мүмкін емес. Олар бұл мүмкіндікті өз парақшаларының параметрлерінде шектеп қойды. Төртіншіден, егер сіз кез келген затыңызды OLX-ке қойсаңыз, алаяқтар сізге тауарыңыз үшін төленетін сілтеме жібереді. Осыны естен шығармаңыз және сілтеме бойынша ақпарат жазбаңыз. Бесінші, егер сізге шұғыл көмекке ақша жіберу қажеттілігі туралы айтып қоңырау шалса, мәселені жақындарыңыздан сұрап тексеріп алыңыз.